Алақай, жерлесіміз Назерке Қарманова әлем аруы 2021 байқауын жеңіп алды, деп айтсам өтірік болып кетеді. Ал Экспресс-ка сайты Пуэрто-Рикода өткен сайыстың қорытындысын жазды. Әлем аруы байқауына әлемнің 100-ге жуық елінің сұлулары қатысты. Арасында Назерке де бар. Дегенмен финалға олардың 40-ы ғана жолдама алды. Ақтық сайыс былтыр желтоқсан айында өтуі керек еді, бірақ коронавирус. Бұл жеңімпаздың тәжі, құны $300.000. Көрікті бұйым польшалық ару Каролина Белявскаяға бұйырды. Каролинаның жасы 22-де. Менеджмент мамандығы бойынша магистратурада ата-анасына салмақ салмай грантта оқиды. Түрлі қайырымдылық шараларды ұйымдастырып, үйсіз жүрген адамдарға киім-кешек таратады. Жарайсың. Айтпақшы, сайыс талабы. Қатысушылардың тұрмыс құрмауы, күйеуі, баласы болмауы шарт. 17-24 жас аралығындағы бикештер ғана қатысады. Және сайысқа дейін де, кейін де жалаңаш